Ішкі істер министрлігінде қызмет бабында ерлік танытып, борышын абыроймен атқарған полиция қызметкерлеріне құрмет көрсетілді. Қарулы қылмыскерлерді ұстау кезіндегі жанқиярлығы және адам өмірін ажалдан арашалау барысындағы жеделдігі үшін ведомство басшысы Марат Ахметжанов әріптестеріне алғыс білдірді. Құрметті әріптестер, полиция қызметкерлері берген антына әрдайым берік екендігін, өз міндеттерін адал, абыройлы атқаратынына ешқандай күмән жоқ. Осы міне марапатқа келіп отқан біздің әріптестеріміз соның нақты белгісі. Шымкент қаласы полиция департаменті Тұран ауданы полиция басқармасының жедел уәкілі Арман Әріпжанов пен Жамбыл облысы полиция департаменті Сарысу ауданы полиция бөлімінің жедел уәкілі Бекен Қонысов 2-ші дәрежелі айбын орденімен наградталды. 20 ақпанда Арман Әріпжанов өз өміріне қауіп төнгеніне қарамастан Шымкент қаласындағы қару-жарақ дүкеніне қарақшылық шабуыл жасаған күдіктіні ұстады. Сол күні әріптесіміз екеуміз бейне бақылауларды көріп жүрген кезімізде қарудың дауысын естіп, дереу сыртқа қарай жүгіріп шықтым. Оқушылар және де студенттер өте көп болды. Солардың барлығына шетке шығуға өтініп, қарулы азаматтың артынан жүріп отырдым. Қолайлы сәтті күтіп, автокөліктің артынан келіп, қаруын қойын қолтық ұрыс тәсілін қолданып, қаруын тартып алдым. Ол жерде ешқандай қорқыныш болған жоқ, себебі адамдардың, оқушылардың өмірін сақтап қалу мақсатында ешқандай ойға келген жоқ. Тек бір ой болды, сол қылмыскерді қолға түсіру. Ал Бекен Қонысов 19 ақпан күні Жамбыл облысы Жаңатас қаласында қарулы қылмыскерлердің қылмыстық әрекетінің жолын кесу кезінде батылдық пен ерлік танытты. Бұл жерде қоғамға қауіп төніп тұрды. Сол себепті біз қандай жағдай болмасын, аталған қылмыскерді тоқтатуға ешқандай қорқыныш бізде болған жоқ. Әріптестерінің бірге атқарған жұмыс нәтижесінде аталған қылмыскер қолға түсті. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сондай-ақ бұл күні Тараз қаласында 5 адамнан тұратын отбасыны газбен уланудан құтқарған кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі учаскелік полиция инспекторы Әлшер Ермеков марапатталды. Оған құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медаль табысталды. Оқиға 6 наурыз күні сағат 9 шамасында мен кешке кезекке шыққан кезімде 22-ші мектеп директорының орынбасары Эльмира Әжібек қызы маған хабарласқан болатын. 2-ші сынып оқитын оқушы сабаққа себепсіз келмеді және ата-анасы байланысқа шықпайды деп. Осы жағдайды білу үшін біз үйіне барған болатынбыз. Терезенің алдында ес-түссіз кішкентай бала жатыр екен. Соны көріп, дереу терезені ашып, баланы сыртқа қарай шығардық. Үйге кіріп, свет, газ барлығын өшіріп, терезелердің барлығын ашып, қалған кісілердің бәрін сыртқа қарай шығара бастадық. Және де сол кісілерге алғаш көмек көрсетіп, жедел жәрдем келгенін күттік. Тәртіп сақшысымен бірге болған тараздық номер 22-ші орта мектеп директорының орынбасары Эльмира Исилбаева да марапатқа ие болды. Ұстазды Жамбыл облысы полиция департаментінің басшысы құттықтады. Айта кету керек, ажалдан аман қалған отбасы мүшелерінің өмірі мен денсаулығына бүгінде ешқандай қауіп жоқ. Үйлесімді және жедел іс-қимылдардың арқасында құтқарылған жанұяның отағасы өз алғысын білдірді. 22-ші мектептің балам оқитын завуч түсінген жағы сол жердегі полиция қызметінің өкілі Әлшер деген бала келді ғой. Адамның көретін жарық сәулесі бар екен ғой деп жатады ғой. Сол кісілердің қолымен енді Құдай сақтады енді. Құдай сақтап, бір адам емес 5 адамның өмірін сақтап қалды ғой бұл кісілер.